Барлықтарыңызға сәлем оқушылар, менің периодтық жүйелер элементтер химиясы атты кішігірім курсыма қош келдіңіздер. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Енді айта кететін бір маңызды предыстория деп айтайыншы. Пайдаланған әдебиетке келетін болсақ, мен бүкіл ақпаратты осы Пролиевтің жалпы химиясы атты кітабынан алған болатын, әсіресе екінші томнан. Егер апайлар сендерден сұрақ қойып жатса, қайықтың алдың бұл мәліметтерді қалай дәлелдейтін дейтін болса, осы кітапты алдым деп ойламай көрсете берсеңдер болады екен. Бүгін біз өте маңызды және де кіріспе тақырыпты бастаймыз. Бізде бұл сутегі және де жетінші топ П элементтері деп аталады екен. Ал енді бұлар неге олай аталды, соны қазір біз шешетін боламыз. Бұл сабақ не үшін керек? Себебі осы жерді түсініп алсаңдар, кейін фтор, хлор, бром, йод тақырыптары бөлек-бөлек қиын болып көрмейді. Барлығы бір единый жүйемен түсіне беретін боласыңдар. Алдымен біз сутегіден бастайтын болсақ, сутегі бізде периодтық жүйедегі ең бірінші элемент. Бұл оның ядросында бір ғана протон бар. Мынау атомдық бізде молекулалық суретін әдейі қоқ қойдым. Бұл жерде электрондық конфигурациясы өте қарапайым, бір S1. Ең маңызды мәлімет оқушылар әрдайым мелочь болса да бүкіл ақпараттарды толықтырып жаза берсеңіздер, сіздерге ол қайта плюс болатын болады. Мысалы қараңыздар, бүгін біз мына тақырыпты өтеміз ба? Сіздер 35 қосылған 35, получается, осы екі сұрақтың өзінен 70 балл алатын боласыздар. Егер осы сабақты соңына дейін қарап, мен бекіткен файлды толтыратын болсаңыздар, сіздерге гарантированно 70 балл аласыздар деп мен өзім айта аламын. Ал енді қараңыздар, бізде бұлардың изотоптары жалпы валенттілік байланыс әдісі, молекула гравитарлық әдісі бойынша деп сұрап тұр. Енді қараңыздар, бұл сутек атом молекуласына өтетін болсақ, жалпы мынау сутек атомы өте тұрақсыз болып келеді. Өте тұрақсыз келеді. Себебі бір электронмен толық тұрақтылыққа жете алмайды. Бұл атом тұрақты болу үшін оған 8 не керек, электрон керек. Мысалға, бізде бұның екі түрі бар. Бізде мына жерде сұрап тұр. Жалпы периодтық жүйеде орналасу ерекшелігі, ол ладно, атомдық және молекулалық сутегі деген бар. Атомдық деп екіге бөлген. Атомдық және де молекулалық деп екіге бөліп қарастырайық. Молекулалық дегенді күнделік көріп жүрген біздің H2 газы, Ал атомдық дейтін болсақ, бұл H кәдімгі осындай бір ғана сутегден тұратын затты айтады екен, Мысалы қараңыздар, бұл өте тұрақсыз и өте тұрақсыз. Былай жаттасаңыздар, өте күшті. Жалғыз сутек атомы тұрақсыз, себебі бір электронмен алысқа кете алмайды. Ал егер мынау молекулалық сутегі бізде өте тұрақты. Әр атом бір-бірінен электрон беріп, ортақ электрон жұбын түзеді. Бұл бізде ковалентті байланыс деп аталады. Ковалентті байланыс түзеді деп жазып алыңыздар. Ал енді бұлардың изотоптарына келетін болсақ, оқушылар, бұлардың үш түрлі изотоп бар екен. Протий, дейтрий және тритий деп аталады. Протийда бізде бір ғана протон, дейтрийда бір протон және бір нейтрон, тритийда бір протон мен екі нейтрон болады екен. Әрқайсысының сыртында бір электроннан болады екен. Бізде қараңыздар, тритийдің ерекшелігі бізде радиоактивті. Мынау дейтрий аса ауыр. Мынау өте жеңіл изотопы болып, үшеуін осы ерекшелік беріп жасаңыздар, емтиханда өте күшті болады. Енді қараңыздар. Ал енді алынуына келейік. Бізде жалпы сутектің алынуы екі түрлі болады. Зертханада және де өнеркәсіпте. Зертханада мен қарапайым мырыш пен H-хлордың әрекеттесуін алған болатын. Бұл жерде сіздер разница жоқ, главный металл мен қышқыл әрекеттес, соңында мынандай дегидратация деп айтады, яғни сутек бөліну реакциясын алсаңыздар болады. Енді сутек өзінен былайынан келгенде, мысалы мына жерге мырыш пен H2SO4-ті де әрекеттестірсеңіздер болады. Мысалы бізде мырыш сульфаты мен H2 газы түзіле береді екен. Бастысы бұл жерде өз білгендеріңізді максимальны түрде қолдана білсеңіздер өте күшті болады. Енді бұның физикалық қасиетіне келетін болсақ, бұл түссіз, иіссіз және де ең жеңіл газдардың бірі болып табылады. Суда нашар ериді. Осынан бір практикалық қорытынды шығады. Ол ауада тез таралады. Бірақ мұнда маңызды қауіп те бар. Сутегі өте жанғыш деп алсаңыздар болады екен. Ал енді бұлардың химиялық қасиеттерін түсіну үшін бір негізгі ойды есте сақтау керек. Сутегі кейде тотықсыздандырғыш та, тотықтырғыш та бола алады. Көбіне ол тотықсыздандырғыш
ретіне келеді. Мысалы оттекпен әрекеттескен қарапайым бізде су түзіліп тұр. Мұнда сутек электрон беріп тотығады, ал оттек электрон қабылдап тотықсызданады екен. Яғни бұл жерде сутегі тотықсыздандырғыш рөлін атқарып тұр. Осы реакцияны жазып, сутегі осында H2 тотықсыздандырғыш рөлін атқарып тұр деп жазсаңыздар болады. Ал енді бұл белсенді металдармен әрекеттескен кезде бұлар гидриттер түседі. Мысалға, мына жерде натрий гидриді түзілген. Мұнда сутегі -1 тотығу дәрежесін беріп тұрса, демек сутек әрқашан бірдей рөл атқармайды. Міне оның ерекше болуының тағы бір себебі осы. Сутектің маңызды қосылыстарына келетін болсақ, бұл жерде сутектің асқын тотығы, яғни біздің күнделікті қолданып жүрген перекис болып табылады. Бұл тұрақсыз оңай ыдырайды, тотыққыш ретінде жиі айтылады екен. Бұны көбіне антисептик ретінде пайдаланады. Өздеріңіз білесіздер, күнделікті қолданыста антисептик ретінде пайдаланады. Кеттік. Енді жетінші топ элементтеріне келетін болсақ, бұларды жалпы галогендер деп атайды. Бұларға фтор, хлор, бром, йод, астат жатады. Бұлардың сыртқы электрон қабаты бізде NS2, MP5 болып табылады екен. Яғни сыртқы қабатта 7 электрон бар. Тұрақты күйге жету үшін оларға әрдайым бір электрон жетіспейді. Енді тұрақты күйге жету үшін бір электрон жетіспейді деп айттық. Бүкіл галогендердің негізгі логикасы осы. Яғни олар әрдайым бір электронға зар болып тұрады. Бір электронға сәл жетіспей тұрады екен. Бұлар өте күшті толықтырғыштар деп атайды. Олар мысалы менен біреуге бір затты алып тартуға бейім болатын болса, бір бұзақы сондай бір топ деп алатын болсақ, солай оңай болады. Жай заттар бізде X2 деген формуламен жүреді. Бұл да бір теория. И жай заттар 2 атомнан тұрады. Фтор 2, хлор 2, бром 2, йод 2 деп айтады. Жоғарыдан төмен түскен сайын атом радиусы өседі, толықтырғыштық әлсірейді және балқу қайнау температуралары артады екен. Енді бұлардың бір өте күшті айта кететін факт, бұлардың толықтырғыш қасиеті тура осы қатар бойынша кетеді екен. Мысалы қараңыздар. Ең алдымен бізде фтор 2, одан кейін хлор 2, одан кейін бром 2, одан кейін йод 2. Мысалға бұлардың толықтырғыш қасиеті осындай қатармен өзгереді деп жазсаңыздар да, бұл да бір үлкен бал береді екен. Бұлар бейметалдар. Ең маңызды қасиеті бұлар бейметалдар болып келеді. Бейметалдар. Олардың оксидтері, қышқылдары, тұздары жиі қарастырылады, бірақ бұлардың барлығын қазір жаттаудың қажеті жоқ. Қазір тек бізге керек ең маңызды зацепка, бұлардың химиялық табиғаты олардың сыртқы қабатындағы 7 электронмен түсіндіріледі екен. Енді бір шағын қорытынды жасайық. Қазір келесі сабақта біз фтордың неге ерекше екенін түсінетін болсаңыздар, оны да осы файлға, яғни билет қылып, қосымша мәлімет қылып жазсаңыздар өте күшті болады оқушылар. Жалпы сабақтың соңында айтар кететін маңызды жайт, мен қазір осы сабақты полностью мәліметтердің барлығын жазып алып, өздеріңіздің астына файл прикрепить етіп қоямын. Сол файлдың ішіндегі бос жерлерді толтырып жазатын болсаңыздар, миыңызға өте күшті кіріп, бұйырса сессияда жақсы бал алып шығара аласыздар. Енді мен айта кететін маңызды жайт, сіздер осы жазған мәліметпен смело 70 балл ала аласыздар. Мен де осы келесі сабақта сіздермен кездескенше көргендеріңізге көп рахмет.